Барша қазақстандықтар көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазгидромет 6 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Синоптиктер күн райының бұзылуына орай 11 өңірде ескерту жариялады деп хабарлайды Қазгидромет. Атырау облысында шығыстан оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 секунд құрайды. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан облысының солтүстігінде, батысында шаңды дауыл тұрады деп күтілуде. Облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында шөлейтті аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түнде Алматы облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтілуде. Түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп болжануда. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы және Қонаевта да 6 қазанда түнде топырақ бет қатып 2 градус суық болады деп күтілуде. Ұлытау облысының шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Күндіз Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Таңертең және күндіз облысының орталығында, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады. Алакөл Күллері аудандағы соққан желдің екпіні 15-20 секундты құрайды. Қостанай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталуда. Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтілуде. Облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 секунд құрайды. Түнде облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтілуде. Батыс Қазақстан облысында жел оңтүстік-шығыстан соғады. Күндіз облысының батысында, шығысында соққан желдің екпіні 15-20 секундты құрайды. Облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.